Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Ақмарал мен тоқыма тоқу каналына. Бүгін сіздермен бірге мынандай әдемі пинетка тоқып үйренетін боламыз. Бұл пинетканы 9-12 айлық балаға тоқып жатырмын. Сіздер де менімен бірге тоқып көріңіздер. Ал видеоны қарап бастамастан бұрын менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Және келесі сабақтардан қалып қоймас үшін колокольчик батырмасын басып қойыңыздар. Енді бұл пинеткеге керекті заттар бізге мынандай дайын табан. Егер де дайын табан жоқ болса, подошва тоқу сабағын түсіретін боламын. Қалып қоймаңыздар. Мына табан 9-12 айлық балаға арналған. Және де екі түсті жіп алдым. Мына жібі неге турецкий жіп, Alize Diva Plus жібі. Және де мына ақ жіп Иран жібі. Жүзге Иран жібі 100% акрилдан тұрады. Және де мынандай помпонды қолданатын боламын. Бұл помпонды Wildberries сайтынан сатып алдым. Ширек 4. Осындай бір пакетикте 4 штук осындай помпончиктар тұрады. Заказ беріп көрсеңіздер болады. Нақты бағасын ұмытып қалдым. Және маған сәйкес крючок керек. 2,5 крючокпен тоқитын боламын. И қайшы керек. Ал жұмысымызға кірсек. Ең бірінші, мына біз подошвамызды тоқып бастаймыз әдеттегідей. Мына тұрған жоғары басынан бастаймыз. Яғни біз мына подошвасын айналдыра тоқимыз. Бұл тоқу өте оңай. Ең басындағысын 3 қойып аламыз. 3 столбик. Одан кейін 2, одан кейін 3, қалғаны барлығы 2 болып қазір мен сіздерге көрсетемін. Сол бойынша тоқып шығайық. Мына табанды тоқу кезінде жіпті бірінші жіптің соңын байлап қоямыз. Осылай. Осы бірінші тұрған ортасындағы центральный тесікке кіргізіп 3 петля аламыз. Біреу кетті, екеу, 3. Одан кейінгі тұрғанға 2. Одан кейінгі тұрғанға 3 столбик тоқимыз. 2, 3. Кейінгілерінің барлығын 2 столбиктен тоқып шығамыз. Қазір мына жерге кездескен кезде сізге ары қарай айтатын боламын. Соның барлығын 2 болып тоқимыз. Мінекей мен айтқан жерге келді. Енді мына тұрған центральныймен қараймыз. Центрда тұрған көзден кейін мына жерге 2, мынаған 3 тоқимыз қазір. Мына жерге 3 столбик тоқылады. Оның қасындағысына мына жерге 2 столбик тоқылады. Мына аяғы мен бас жағы бірдей болады былай айтқанда. 2, ортасындағына 3. Одан кейінгіге 2. Және одан кейінгіге 3 тоқылады да. Және де мына жерге дейін келгенше 2 столбиктен тоқып шығады. Мына жерде 3 столбик, және оның қасында предпоследнийде 2 столбик тоқылып, сосын аяқтаймыз.
Мінекей соңына келдім. Мына тұрған тесікке біз 3 столбикті оқимыз. Ең соңғы мына тұрған тесікке 2 столбикті оқимыз да бұл қатарымызды аяқтаймыз. Яғни мына соңын басымен соединительный петлямен біріктіреміз. Міне біздің мына подошвамызда тоқу аяқталды. Енді осы жерден 2 петля, воздушный петля көтереміз. Жерден. Сосын барлығы енді бізде столбик с накидом тоқылады. Яғни қазір біз мына артынан аламыз, рельефный қылып аламыз. Яғни барлығы бізде рельефный столбиктер болады. Мына петлямыздың артқы бөлігінен кіргізіп, біздің крючогымызды былай өткіземіз. Жіпті осылай іліп аламыз. Осы қатардың барлығын осылай тоқып шығамыз. Крючокты артқы жағынан әкеліп, келесі петляның алдынан өткізіп, жіпті тартып алып, шығарып былай 2 столбикті тоқимыз. Енді келесі қатарда кездескенше осы қатарды өз бетімізше тоқып шығайық. Қатардың соңында кездесеміз. Міне мен қатардың соңына келдім. Енді әдеттегідей қатардың басын соңымен қосамыз соединительный петлямен. Былай тағы да жоғары қарай 2 столбик, 2 воздушный петля көтеріп аламыз да. Енді рельефный столбиктарды тоқып бастаймыз. Яғни оның барлығы столбик с накидамен тоқылады. Накид кигіземіз крючокке. Мына бірінші тұрған, ол біздегі ылғи артқы бетін ойнайды. Мына тоже бізде бір столбик с накидымды білдіреді және артқы рельефный столбик ретінде қалады. Енді біз басында алдыңғы рельефный столбиктен бастаймыз. Рельефный столбик деген мына тұрған біздегі столбиктің ортасынан аламыз петляны. Енді артқы рельефный артқы бетінен аламыз. Артқы бетінен аламыз. Рельефный столбик кезектеседі. Енді алдыңғы бетінен артқы бетінен кезек осылай тоқылады. Алдыңғы беті, артқы бетінен және накидпен тоқылады. Бір накидті кигізіп аламыз да крючокке. Осылай. Келесі артқы накид. Алдыңғы жағындағы накид. Осылай қатардың соңына дейін тоқимыз. Және тап осындай қатар, 4 қатар тоқимыз. Яғни қазір мына біздің бірінші қатар, осыдан кейін тағы 3 қатар тоқимыз да, осындай рельефный столбикті. Яғни келесі қатарда алдыңғысын алдыңғы рельефпен, артқы бөлігін артқы рельефпен тоқимыз. Соны 4 қатар тоқып болғаннан кейін сіздермен кездесейік.
Мінекей мен 5-ші қатарды тоқып болып, 6-шы қатарды тоқуға кірістім. Енді осы жерден бірден қазір айтып өтейін. Біз мына бас жағын қысқартып өтеміз. Мынандай қысқарту пайда болады бізде. Сол үшін былай жасаймыз. Мына тұрған тесікті, ортасындағы тесікті қараймыз да, осының бойындағы мына рельефный артқы бөлігіндегі ортасы болады бізде. Осыған бірден маркер қойып аламын. Былай маркер қойып аламыз. Енді осы маркерден кейін санаймыз. Алдыңғы рельефный столбиктарды 1, 2, 3, 4, 5, 6. Осы 6-шы тұрған рельефный столбикқа дейін мына жерді өзгеріссіз тоқып шығамыз. Міне, тоқып шықтым. Мына жерде бізде 6 рельефный столбик қалды. 2, 4, 6. Енді осы жерде артқы рельефный столбикті былай тоқимыз. Толық тоқымаймыз. Біріншісін тоқып қалдырамыз. Накет кигізіп алдыңғы рельефті тоқимыз. Тағы бір накет кигізіп артқы рельефті аламыз. Осыны тағы да бір алдыңғы рельефпен біріктіріп тоқимыз. Бұл біріншісі. Келесі артқы рельефті аламыз. Алдыңғы рельеф, артқы рельеф, толық тоқымаймыз. Тағы да накет кигіземіз де, тек бастапқы 2 тұрған петляны бірге тоқимыз. Осы 4-ін бірге тоқимыз. Келесі де тап солай, артқы рельеф, алдыңғы рельеф, артқы рельеф, және алдыңғы рельефтің столбикті жартылай тоқып, мына күртшегімізде тұрған 5 петляны бірге тоқимыз. Енді біздің қойып қойған маркерімізді алып тастаймыз. Ары қарай қарап отырамыз. Қазір мына жерде 6 алдыңғы рельефті тағы қысқартамыз. Тап жаңағыдай артқы және алдыңғы бөлігін бірге алып қысқартамыз бұндағы. Қазір жасап отырғанымыз. Жартылай тоқимыз. Столбик қылып тоқи береміз. Бірге тоқимыз осылай. Енді болды. Енді ары қарай артқысын артқы рельефтікке, алдыңғы рельефті алдыңғы рельефт қылып, осы қатардың соңына дейін тоқимыз. Мінекей қатардың соңына келдік. Әдеттегідей қатардың соңын және мына басымен қосамыз. Соединительмен столбикпен 2 петля подъема аламыз. Енді осы қатар ешқандай өзгеріссіз тоқылады. Қысқарту жүрмейді бұл қатарда. Қарапайым рельефный столбиктерді тоқи береміз. Тек қана жаңа қысқартқан жерімізде, айтып өтейін, қысқартқан жерімізде барлығы алдыңғы рельефный столбик болады. Ол жерін қысқартқан бөлігімізде бір рельефт, бір рельефт, 6 рельефный столбик болады. Қазір мына жерге келген кезде тағы да кездесейік. Мына жерге дейін тоқиық өзіміз. Мінекей келіп жеттім. Осы жерде мына тұрған біздің қысқартқан жеріміз осындай болып тұрады. Осыған бір лицевой рельефный тоқимыз. Одан кейінгісіне де солай. Енгілеріне 6 лицевой столбиктер тоқимыз.
соңғысы мінекей. Және кейінгі тұрған мына жерде изнаночный, яғни артқы бөлігіндегі рельефіне бірден басталып кеткен. Қалғанын осылай өзгеріссіз осы өрнегімізбен тоқып шығамыз. Алдыңғы рельефпен, артқы рельефпен, және де келесі қатарда тағы да мына қысқартудың қасына келген кезде кездесеміз. Міне көріп отырғандарыңыздай біздің тоқымамыз былай иіліп келе жатыр. Қазір енді бір қатар қысқарту болады, содан кейін тік тоқимыз. Мінекей соңына келіп қалдым. Енді мына жерде біздің алдымыздағы қысқартудың алдында қысқармаған екі рельефный столбикті қысқартамыз. Бұл жерде енді былай қысқартамыз. Тек қана алдыңғы рельефный столбикті аламыз. Жартылай тоқимыз. Тағы да екі алдыңғы рельефный столбикті аламыз да осылай екеуін бірге тоқимыз. Ары қарай енді мына жерде тұрған рельефный столбиктарды тап осылай етіп қысқартамыз. Екеуін бірінші рельефный, екінші рельефный жартылай тоқылды. Столбиксін әкелдім. Накид кигізіп алып, ортасынан өткізіп аламыз. Біріншісі тоқылды, екіншісі. Осыны бірге тоқимыз. Сосын мына тұрған екі жердегі, екі шетіндегі мына жақтан да қайталанады. Осылай қысқартамыз. Бізде мынандай болып өзгерді. Пинеткамыз. Енді ары қарай осы қатардың аяғына дейін осылай тоқи береміз. Өзгеріссіз алдыңғы рельеф пен артқы рельеф кезектесіп тоқыла береді. Қазір енді сіздерге келесі рядтан бастап біз енді қонышын тоқимыз. Соны қалай тоқу керектігін айтып өтетін боламын. Осы қатарды аяқтап соңында кездесейік. Мінекей келдік мына жерге. Енді бұл қатарда қысқартпаймыз. Тек қана мына жерде былай жасаймыз. Біз жаңа мына алдыңғы қатарда қысқарған барлығы алдыңғы рельефный столбиктер болып қалды. Енді мына предпоследнийінде артқы рельефный столбик, мына жердегі қысқартуым алдыңғы рельефный столбик болады. Одан кейінгі тұрған столбикті артқы рельефный столбикке ауыстырамыз. Келесі алдыңғысы болып осылай кезектестіріп, мына біздің узорымызды қайтадан келтіріп аламыз. Кезектестіріп, узорымызды қайтадан келтіріп аламыз. Соңғы тұрған қысқарту алдыңғы рельефный столбик болды да, енді ары қарай өрнегіміз жалғаса береді. Алдыңғы рельефті алдыңғы, артқы рельефный столбик артқы рельефке тоқыла береді. Енді бұл бізде бірінші қатар, қонышына өтетін қатар. Қонышы бізде 8 ряд болады. 8 ряд қонышты тоқимыз. Сосын мына тұрған шашақтарын, яғни шеттігін тоқығанға дейін өз бетімізше тоқып шығайық 8 қатарды. Сосын осыны қонышты аяқтағанда кездесейік. Мінекей 8 қатарды тоқып бітірдім. Енді мына жіптің соңын қиып тастаймын да, қалдық жіпті жасырамын. Енді мен қазір мына жерін тоқып тастаймын.
Ол үшін иран жібін алып аламыз. Ақ жіпті. Қазір мына жіпті тірек жерін жасырып тастайық бірден. Иран жібімізді аламыз. Немесе өзіңіздегі бар жіппен сәйкесінше тоқимыз. Мына бір жерге жаңағы біткен жерінен жаңа жіп аламыз, былай. Осы мына жерде былай істейміз. Мына жіптің соңымен жұмыс жібін біріктіріп алып, мен бірден көз аламын былай. Осы жерде әрбір көзге, яғни әрбір петляға бір столбик без накида тоқып шығамыз. Айналдыра осы қатарды. Былай столбик без накидамен әрбір петляға қатардың соңына келдік. Осы қатарымызда енді былай тоқып бастаймыз. Қатардың соңын басымен біріктіреміз де бір воздушный петля аламыз. Сосын накид кигіземіз де, мына тұрған біздің бірінші тұрған петлямызға 3 накид тоқимыз. Осы үшеуін біріктіріп тоқып, қосымша бір воздушный петля көтеріп, келесі тұрған петляға столбик без накидамен жалғаймыз да, сол жерден бірден сол тұрған біздің петлямызға 3 накид кигізіп, үшеуін біріктіріп тоқып, тағы бір воздушный петля алып, келесі тұрған петляға жаңағы 3 накидімізді кигізіп тоқимыз. Осылай айналдыра тоқып шығамыз. Үшеуін біріктіріп тоқимыз да, келесі петляға жалғаймыз да, одан кейін тұрған петляға 3 накид кигіземіз. Накидті біріктіріп тоқып, бір воздушный петля алып, келесі тұрған петляға столбик без накидамен жалғаймыз. Мына жерді тағы да бір көрсетіп кетейін. Яғни, мына біздің пышный столбикті тоқығаннан кейінгі тұрған петляға бірден столбик без накида тоқып, осы жерден тап сол тұрған петлямызға 3 накид кигізіп, бірге тоқимыз да, бір воздушный петля алып, келесі осыдан кейін тұрған петляға тоқып, бірден сол петляға 3 столбик, яғни 3 накид тоқимыз. Осылай осы қатарды аяқтап, өз бетімізше тоқып, қатардың соңында кездесейік. Мінекей менің екінші парық пинеткім дайын болды. Мен алдын ала тоқып алған шнурогыммен тап осылай етіп қошап шығамын. Егер де шнур тоқуды білмесеңіздер, келесі сабақта шнурды қалай оңай тоқуға болатынын салатын боламын. Соны қарап өтсеңіздер болады. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырып,
тіркеп кетіңіздер. Егер де өзіңіздің басқада жаңа қалап жүрген заттарыңыз болса, соны тоқып көрсететін боламын, комментарийге жазып кетсеңіздер. Тоқу барысында қиындықтар туса, тоже комментарийға жазуларыңызға болады. Кері байланысқа шығатын боламын. Осылай біздің алдын ала дайындап алған шнурогымызды осылай өткізіп шығамыз. Мінекей, осындай әдемі бізде бинет бет болып шықты. Менімен бірге тоқып көріңіздер. Мінекей. Енді помпонды тағу немесе тақпау өз еріктеріңізде. Тағып қойсақ өте әдемі болады, тақпасақ та әдемі. Осылай әдемі етіп қойсақ болады. Подписаться бөліміне тіркеліп, колокольчик басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болайық.